аз барлаған аймақ. Ғарыш бұл адам баласы аз барлаған аймақ. Араб әмірліктерінде тұратын. Кім осы жігіт па? Намысты ба? Имамдарды сынап жүр ма? Ұзақ уақыт бойы ғарышты, астронавтика мен Құранды зерттеумен айналысатын профессор Аднан Шариф адамзат тарихындағы ең алғашқы ғарышкер жайлы мақала жазды. Профессор Шариф Әл-Хижр сүресінің 12, 13 және 14 аяттарын келтіре отырып, 1961 жылы мұсылман емес Юрий Гагарин ашық ғарышқа шығып және иллюминатор арқылы жер ғаламшарын көрген кезде ол «Мен не көріп тұрмын? Бұл түс емес пе? Әлде менің көзім байланды ма?» деген сөзін жазады. Ұшуды басқару орталығымен бұл сөздер жазылып алынған екен. Бұл жайлы көптеген батыстық бұқаралық ақпарат құралдары жазды. Алайда осы оқиға біздің елімізде кең таралмаған болатын. Ал енді адамзатқа 1400 жыл бұрын түсірілген қасиетті Құранға қайта оралайық. Алла тағала Әл-Хижр сүресінде былай дейді, мағынасы: бұл халық бұрын сенсе де, кейін Аллаға сенбеді. Таң қаларлық дәлдік. Шынында 1961 жылы бұл жобамен айналысқан көптеген ғалымдар мен ғарышкерлер мұсылмандар емес еді. Алайда төңкеріске дейін Ресейде шіркеулер де, мешіттер де болды. Діндар ғалымдар болды. Демек, бұдан 1400 жыл бұрын кім бірінші ғарышқа ұшатыны айқын болды. Америка немесе Ресей. Әрі қарай аяттың жалғасында мағынасы: біз оларға, яғни кәпірлерге, аспан есіктерін ашуға мүмкіндік бергенде, олар оған көтеріледі. Көтерілген сәтте, «Мен не көріп тұрмын? Бұл түс емес пе? Әлде менің көзім байланды ма?» дейді. Осылайша Гагарин Құранда жазылған сөздерді айтты. Ема! Тұршы. Әл-Хижр сүресі қай аят дейді? Әл-Хижр сүресінің қай аятында? Білейін. Қазір сөзмен тауып олайын. Біз оларға дейді. Біз оларға. Біз оларға. Біз оларға деген сөз жоқ қой. Қай аятын айтып отыр бұлар? Немесе Ресей. Әрі қарай аяттың жалғасында мағынасы: біз оларға, яғни кәпірлерге, қасиетті Құранға қайта оралайық. Алла тағала Әл-Хижр сүресінде былай дейді, мағынасы: бұл халық... Айтпады ғой? 13 па? Міне бүйтеді. Осылайша мазақтаған нәрсесін күнәкерлердің жүректеріне кіргіземіз, сонда да олар оған сенбейді. Расында бұрынғылар да сөйтіп өткен болатын. Егер оларға көктен бір есік ашсақ, дереу жоғары шығып бара жатса, расында көздеріміз байланды, бәлкім біздер жадыланған елміз деседі. Расында біз көкте жұлдыздар жаратып, қараушылар үшін аспанды безедік. Сондай-ақ ол көкті бүкіл қарғыс тиген шайтаннан қорғадық дейді. Қайда енді 13-те? Сонда да олар оған сенбейді. Расында бұрынғылар да сөйтіп өткен болады. Егер оларға көктен бір есік ашсақ, дереу жоғары шығып бара жатса, расында көздеріміз байланды, бәлкім біздер жадыланған елміз деседі. Енді Юрий Гагарин что говорил в космосе, не дейді? Протокол дейміз. Протокол. Негізі протокол бар. Нақты. Соны баяғыда Юрий Гагарин айтқан сөздердің протоколы бар. Ол вообще жазылады, ол ойыншық емес. Ол құжат, ол тарих ол. Енді не деп айтқанын көрейік. Протоколдары бар кәдімгідей. Сайтта прям.
Протокол. Міне полная стенограмма переговоров Юрия Гагарина с Землей. Ал іздейміз. Біз оларға аспан денелерін аштық деп тұр дейді. Өтірік айтпашы. Аятта ондай көктен есік ашсақ деп тұр. Көктен есік ашсақ деп тұр. Енді қазір қара. Во-первых, Гагариннің протоколын оқимыз. Окей? Не деген? Сол сөз бар ма жоқ па көреміз. Екіншіден, сенің аятыңның тәпсірін оқимыз. Қалай тұрады, қисайып кете берем. Немене бөле. Ой, yoп, теге-теге ай. Бәріңізді құлатып алдым ғой. Міне. Полная стенограмма переговоров Юрия Гагарина с Землей. С момента его посадки в корабль за 2 часа до старта до выхода корабля дейді. Востока 1 из зоны радиоприема дейді. Так. Дәл ғарышқа шыққанын оқиық. Енді топастық қой. Осындайдың өзін оқып отырғанымыз ше. Міне, весна, я кедр, даю передачу цифровую 1, 2, 3, 21 сонет, как поняли, прием дейді. Королев айтады, алло, кедр, я заря. Вас понял, отлично, благодарю за проверку. Не забудьте работать ключом переключить при разделении тумблер заря на сигнал. Гагарин, вас понял, конец дейді. Астрацияеміз. Так, пауза, Гагарин смеется. Нашел предложение, ландыши понял, дейді. Мерзавцы, замучай проверки связи, дейді. Неразборчивые реплики, шум, пауза 20 секунд, дейді. Юра, дейді, ага, дейді. Пауза. Востоков ушел, дейді. Ну все, счастливо. Спасибо, дейді. Счастливо, дорогой, дейді. До свидания. Счастливо, до встречи. Сегодня в Куйбышеве, дейді. Прилетай, ладно, дейді. Спасибо тебе. Всем привет, там всем тебе. Я заря 1, кедр. Я заря 1, дейді. Астыда түсеміз. Әлі қоштасып жатыр. Как меня слышите? Прием, дейді. Слышно вас хорошо, как меня, дейді. Вас понял правильно. Так, Гагарин напевает, а затем насвистывает ландыши, потом начинает петь о далеком курносом детстве, дейді. Так, ары. Кедр, я заря 1, минутная готовность. Әлі готовность поводыр. Так, пауза 20, помехи и шумы, голоса сильно искажены, дейді. Заря 1, я кедр, все проходит нормально, шум в кабине слабый, самочувствие хорошее, дейді. Самочувствие хорошее, чувствую перегрузку, вибрация, все нормально, я заря, мы все желаем вам доброго полета, все нормально, дейді. До свидания, дейді. Әлі қоштасып жатыр. Кедр, время 70, самочувствие отлично, продолжаю полет, растут перегрузки, все хорошо, дейді. Так, кет, прошло разделение, все нормально. Вот, разделение болды, Көрдің ба? Енді шығады қазір. Как чувствую себя? Прием. Слышу вас хорошо, дейді. Разделение почувствовал. Работает стандарт 3, все нормально. Кедр, пауза 10 секунд, дейді. Местность различимый, дейді. Видимость хорошая, отлично, у вас там все видно, прием, дейді. Так. Полет продолжается хорошо, работает 3-я ступень. Так. Вот сейчас Земля покрывается все больше облачностью, дейді. Көрдің ба? Әлі бұлттан асып келе жатыр. Енді кеттік ары қарай. Так, пауза около 10 секунд. Произошло разделение носителя в 9 часов 18 минут 7 секунд, дейді. Самочувствие хорошее, дейді. Так, бортотсек продолжает вращаться. Вращение отсека можно определить по земной поверхности. Так. Открыл светофильтр взора. Вижу горизонт. Горизонт Земли выплывает. Вот, но звезд на небе не видно, дейді. Земная поверхность. Земную поверхность видно в иллюминатор. Небо черное, и по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнее по удалению от Земли, дейді. Көрдің ба? Алшақтап жатыр. Көзге алшақтап жатыр.
Кедр, я Заря 3. Кедр, я Заря 3. Как слышите меня? Прием, дейді. Гагарин айтады. Заря 3. Я Кедр. Вас слышу хорошо. Как меня? Прием. Объект освещается, дейді. Сильные помехи. Весна. Гагарин айтады. Весна, я Кедр. 10 часов 4 минуты. Передаю очередное отчетное сообщение. Нахожусь в апогее. Работает спуск 1. Работает солнечная ориентация. Давление в кабине единица. Влажность 65%. Температура 20 градусов. Подождемся. Давление в отсеке 1,2, в ручной ориентации 155, первая автоматическая минус 150, вторая автоматическая 155, самочувствие хорошее, настроение бодрое, полет проходит успешно. Как поняли меня? Прием. Внимание, вижу горизонт Земли. Мене, ущерде. Вижу горизонт Земли, дейді. Очень такой красивый ореол, дейді. Сначала радуга от самой поверхности Земли, и вниз такая радуга переходит, дейді. Очень красивое, уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через взор, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. В правый иллюминатор сейчас наблюдая звездочку. Она так проходит слева направо. Ушла звездочка, уходит. Так. Внимание. 10 часов 9 минут 15 секунд. Дейді. Вышел из тени Земли через правый иллюминатор, и взор видно, сейчас появилось Солнце, объект вращается. Очевидно, работает солнечно-системный иллюминатор. Вот сейчас в систему взор наблюдаю, дейді. Харангзар. Землю, наблюдаю Землю, пролетаю над морем. Направление движения над морем определить вполне можно. Сейчас я примерно движусь правым боком, некоторой облачностью закрыто. Направление над морем определить можно. Одно слово неразборчиво. Весна, я Кедр. 10 часов 18 минут. Прошла вторая команда. Давление в системе ориентации 120 атмосфер. Давление в баллоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Полет проходит успешно. Как поняли? Прием. Все системы работают хорошо. Весна, я Кедр. Полет проходит успешно. Самочувствие отличное. Все системы работают хорошо. 10 часов 23 минуты. Давление в корабле единица. Влажность 65. Температура 20. Давление в отсеке 1-2. В ручной системе 150. В автоматической 120. Во второй автоматической 115. В баллоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Продолжаю полет. Как поняли? Прием, дейді. Что там? Хайда енді әңгімелер. Міне, вижу горизонт Земли, очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли, и вниз такая радуга переходит. Очень красивая. Уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через взор, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. В правый иллюминатор сейчас наблюдаю звездочку. Хайда енді. Вы кого хотите, ебать? Вы что, думаете, мы долбаю, бля? Не өтірік айтып Бля, осындайлардың барша сендердің ше. Оқып бердік қой қазір, полный оқып бердік ана. Не әңгіме? Cosmo World Ru деп аталады. Не енді, осы не енді? Құрандағы сөзді қайталаған дейді. Егер оларға көктен бір есік ашсақ, дереу жоғары шығып бара жатса, расында көздеріміз байланды, бәлкім біздер жадыланған елміз деседі, дейді. 15-тің 15-і, иә? 15-тің 15-і. Орысшасын оқиық бәлкім. Коран. Хиджр сүресі. Они непременно сказали бы, наши взоры затуманены, а сами мы околдованы, дейді. Ал? Орысшасы вообще басқа. Мені, қараңдар ма? Бұлдар не дейді? Аңғыра, 15-15-і.
то непременно говорили бы, не веря в это. Взоры наши лишь опьянены, околдованы, и даже более того, мы люди околдованные. Мұхаммадам дейді. Наоборот, бұл жерде пайғамбар оларға бір сиқырма бір нәрсе көрсетіп тұрған. Оған қатысты оқиға бұл. Ешқандай да ғарыш әлем емес. Осының алдындағы 14-тен жыл. Көрейікші. И даже если бы мы разверзли для них врата небесные, чтобы они поднялись туда, дейді. Если біз сөйтсек те деп тұр. Біз сөйтеміз деп тұрған жоқ. Бұның оқығандай. Аңғарамнан. Бұл халық бұрын сенсе де кейін Аллаға сенбеді дейді. Қара. Міне. Біз оларға, яғни кефирлерге аспан есіктерін ашуға мүмкіндік бергенде деп өтірік аударып отыр да. Олар оған көтеріледі. Ал. Көтерілген сәтте мен не көріп тұрмын? Бұл түс емес пе? Әлде менің көзім байланды ма дейді. Мә қалай өтіріктен енді не аласыңдар ма? Ғибрат аласыңдар ма, ағайын? Отырыңдар енді өтіріктен ғибрат ал. Алғашқы ғарышкер дейді. Сұмдық. Менің таңғалатыным, әдейі өтірік айтасың ба, әлде өзің сол өтірікке сенесің ба дейді. Өтірік айтып дінді қорғап отыр ма сонда? Дінді өтірік айтып жарнамалай ма сонда? Сәләфилер не дейді екен осыған қатысты?